Мен негізі адвокат емеспін. Заңгермін. Адвокат пен заңгердің екеуінің айырмашылығы мен ерекшелігі бар. Соны көп адам түсінбей жатады екен, сол жайлы кішкене айтқым келіп отыр. Адвокаттың да, заңгердің де заңгерлік дипломы болады. Бірақ адвокат лицензия аясында жұмыс жасайтын болса, көбінесе ол қылмыстық істер бойынша жұмыс жасайды. Ал заңгер ол палатаға, белгілі бір палатаға тіркеліп, заңгер ретінде көбінесе азаматтық істер бойынша жұмыс жасайды. Адвокат бүкіл заңгердің жұмысын жасай алады, алайда заңгер адвокаттың жұмыстарын жасай алмайды. Әсіресе қылмыстық істер бойынша. Бұл жерде мысал ретінде айта кететін болса, қылмыстық істер мысал бізде адам өлтіру, адам зорлау, тонау, ұрлық жасау деген сияқты бұлар көбінесе қылмыстық істер болып келеді.